Так, бүгінгі тақырыбымыз 12-ші тақырып бабул хасси алал издияди минал хайри фи авахирил умури деп аталады. Яғни өмірдің соңына қарай, жақсылықты арттыруға қызықтыру бабы деп аталады. Яғни бабул хасс қызықтыру, сондай бір адам баласының өмірінің соңына қарай, өмірінің жаңағыдай ажалы жақындаған сәттерге қарай амалдарды қайтаға одан да күштірек қылуға және құлшылықтарды одан да арттыруға, сонымен бірге әрдайым Аллах тағаладан үміт етіп, Аллах тағаладан қорқып өмір сүруге қызықтыру бабы. Бұл бапта келген аят жайында Алла субхану тағала Құранда Фатир сүресінің 37-ші аятында керемет бір аятта айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير Инналлаха алиму гайбис самавати вал арди иннаху. Ассаламу алейкум, біздің каналға былайынан подписаться етіңіздер, және де мына қоңыраушаны басып, барлығы дегенді басыңыздар. Сосын біздің жаңа уағыздарды күтіңіздер. Алимун бидатис судур. Садақаллаху азим. Жалпы бұл кәпірлерге қарсы түсірілген аят, яғни валлазина кафару, сондай кәпір болған қауымдар, яғни кәпір болған қауымдар кімдер? Олар сондай Аллах тағаланың жоқ деген, Алланы мойындамаған, не болмаса Аллах тағаланың фарыздарын мойындамаған, Аллах тағаланың бұйрықтарын инкар қылған, сондай бір Құдайды жоқ деп өмір сүретін кәпірлер қауымы. Сонымен қоса бұл топтың ішіне мынандай бір адамдарды кіргізсек болады, бірақ олар кәпір емес, бірақ дегенмен Алланың бар екенін мойындайды, бірақ ақыретке сенбейді, Алланың бар екенін мойындайды, бірақ тағдырға сенбейді, Алланың бар екенін мойындайды, жаңағыдай қабір азабына, өлімнен кейінгі өмірге жалпы сене қоймайды. Және сонымен қоса сол ақыретке және Аллаға сенбегендіктен көптеген құлшылықтардан ұзақта болады. Жалпы адам баласының не үшін құлшылық істемейді, не үшін ғибадат істемейді десе, адам баласының Аллаға және ақыретке деген сенімі аз болғандықтан ол құлшылық істемейді деген. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи көптеген хадистерінде кім Аллаға және ақыретке иман келтірген болса деп сөз айтады. Хадистерге қарайтын болсақ, кім Аллаға және ақыретке иман келтірген болса, тілін тыйсын, кім Аллаға және ақыретке иман келтірген болса, тапса дұрыс сөз сөйлесін, кім Аллаға және ақыретке иман келтірген болса, жетімдердің басын сипасын, кім Алла және ақыретке иман келтірген болса, өтірік айтпасын деген сияқты хадистердің көбісі, яғни Алла субхану тағаланы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам жаңағыдай момын мұсылмандарға ескерту ретінде, яғни кім құлшылық істемейтін болса, значит ол Алла және ақыретке иман келтірмеген, толық иман келтіре алмаған, кім өтіріктен тыйылмайтын болса, және Алла және ақыретке толық иман келтіре алмаған, кім сол құлшылықтарына мән берместен беймарал жүре беретін болса, онда ол Алла және ақыретке толық иман келтірген болып есептелмейді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам момын мұсылмандардың мінез құлқы болмаған кейбір күнәлардан тыюдан алдын әрдайым Аллаға және ақыретке иман келтірген болсаңдар деп айтады. Және сонымен қоса Аллах тағаланың кітабы Құран кәрімге қарайтын болсаңыз, Аллах тағала момын мұсылмандарға бір бұйрық бұйырайын деп жатқан кезде, не болмаса момын мұсылмандарға бір ескерту айтайын деп жатқан кезде, әрдайым ең бірінші я айюхаллазина аману тақуллах деген сөз айтады. Аллаға иман келтірген момындар, Құдайдан қорқыңдар. Бірақ қарайтын болсаңыз, сол Аллаға иман келтірген момындар деген сөз ол Құдайдан қорқатын пенделер ғой негізі. Бірақ дегенмен Алла субхану тағала әрдайым қашан бір бұйрықты бұйырайын деп атқан болса, қашан Аллаға иман келтірген момындарға қарай бір сөз айтқысы келетін болса, әлбетте ең бірінші нені айтып кетеді? Құдайдан қорқыңдар, Құдайдан қорқыңдар, Құдайдан қорқыңдар. Яғни бұл ескертулер, Аллах тағала тарапынан келген көп ескертулер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген көп ескертулер, бұл нені білдіреді? Бұл адам баласы иман келтіргеннен кейін, Алланың хақ жалғыз өзіне иман келтіргеннен кейін, пайғамбар деп мойындағаннан кейінгі істеулі керек болған фарыздар мен істелу керек болған уажиптер, істелмеу керек болған күнәлар мен істелу керек болмаған харамдарға өте сақ мұқият болыңдар деген сөзді аңдатады. Мысалы, иттақулла, тақуалық қылу деген сөз, яғни тақуа деген сөздің өзінің түпкі мағынасы сақтану дегенді білдіреді.
Түпкі негізгі мағынасы сақтану. Яғни Аллаға тақуалық қылу деген сөз Алланың бұйырған нәрселерінен және Алланың тыйған нәрселерінен сақ болып амалда болу. Алланың бұйырған нәрселерін ұмытып қоюдан сақтану. Алланың қайтарған нәрсесін істеп қоюдан сақтану. Бұл тақуалықты білдіреді. Яғни адамдардың арасында сұрақ туындауы мүмкін. Бұл қорқу, Құдайдан қорқу дейсің. Ол Құдайдан қорқып атқанымызды, не болмаса қорқпай жатқанымыз қалай білсек болады? Мәселен, біз бір арыстан кеп қалса, одан қорқынышымызды білдіре аламыз. Ойбай тұрамыз, жүгіріп, терезеге қарай жүгіреміз, біреуміз есікке қарай, не болса қолымызға бір нәрсе алуға әрекет жасаймыз. Сол арыстаннан қорыққандығымыз үшін. Қазір ол бізді не істейін деп қалып жатыр? Жейін деп жатыр, қашып өлгіреміз. Бұл біздің қорыққанымыздың дәлелі арыстаннан. Ал сол сияқты Құдайдан қорыққанымыздың дәлелі бар ма өмірде десе, Құдайдан қорқудың дәлелі бұл Құдайдың бұйрықтарын орындау және Құдайдың қайтарымдарынан қайту. Бұл оның Құдайдан шынымен қорқатын адам екендігін біздің алдымызда білдіреді. Яғни біз бір адамды қараймыз, ол адам қарасақ арақ ішпей жатыр, ол адамға қарасақ намазының бәрі бүтін, ол адамға қарасақ оразасын бәрін ұстап жатыр, ол адамға қарасақ харам нәрселердің бәрін аулақ болып жатыр, халал нәрсенің бәрін орындап жатыр. Альхамдулилlah, біз оны не ойлаймыз? Құдайдан қорқып жатыр екен деп ойлаймыз. Бірақ оның шынайы Құдайдан қорқып жатқан жоғын өзі және Құдай біледі. Өзі және Құдай біледі. Неге? Өйткені біз адамның сыртқы денесіндегі сыртқы амалына қарап оған мәміле жасасақ, ал бұл шариғат оның ішкі жүрегіндегі нәрсесіне қарап мәміле жасайды. Сол үшін де анау Құран-ы Кәрімде Аллаһ Тағала анау мұнафықтар жайында айтқан кезде "Ва иза жаакал мунафиқуна қалу нашхаду аннака ла расулуллахи" аят келеді. Анау саған, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, мұнафықтар келіп, ей Мұхаммед, біз сенің Алланың пайғамбары екендігіңе куәлік береміз деп айтып жатқан мұнафықтар бар емес па дейді Аллаһ Тағала. Валлаху я'ламу аннака, Аллаһ Тағала біледі, что олар сенің пайғамбар екендігіңді, яғни Алланың пайғамбар екендігіңді. Ва аннал мунафиқун, ал мұнафықтар болатын болса, хумул казибун, олар өтірік айтып жатыр дейді. Яғни бұл жерде адам баласының қорқпау, біз сыртқы бейнесіне қарап, мынау қорқа деген деп сеніп, оны мұсылманға мәміле жасасақ, ал негізіндегі қияметтегі болатын есеп кітап оның сыртқы бейнесіне қарап болмайды енді. Оның ішкі жан дүниесіне қарап болады. Сол сыртқы бейнеде істеп жатқан құлшылықтары мен ішкі жан дүниесіндегі болып жатқан сезімдері екеуі ұштаса, онда қияметте ол момын ретінде Алланың жәннатына кіреді. Егер де ол бұл өмірде істеп жатқан ісімен осы өмірдегі анау ішіндегі жан дүниесі ұштаспаса, қияметте ол Құдай біледі қандай топта болатындығын. Ал егер де оның сыртқы денесінде де ішкі жан дүниесінде Құдайдан қорқушылық болмайтын болса, онда ол, Құдай сақтасын, соңғы өкініш болған, соңғы оқыныш болған тозақта болып қалуы әбден мүмкін.